Қайырлы күн достар, химия 8-ші сынып 1-ші ТЖБ-ның 1-ші нұсқасын қарастырамыз. 1-ші тапсырма: магний атомы үшін дұрыс тұжырымды анықтаңыз дейді. Ол үшін біз магнийдің электрондарын таратып алайық. Ядро заряды +12, 3-ші период, 12 электроны 2-8-2 болып таралған. Сыртқы қабатында 2 электрон бар дейді, мінекей. Және осы 2 электронды беріп жібере алады дейді, дұрыс. Және магний 2+ ионын түзе алады. Сонда бізде дұрыс жауабымыз ол А болады екен. Келесі тапсырма: екінші топ элемент атомдарында электрондардың электронды қабаттарда орналасуы бойынша дұрыс тұжырым. Ол бізде С нұсқасы. Электрондар атомда ядродан арақашықтығы артып келе жатқан энергетикалық деңгейлерде біртіндеп орналасады. Және үшінші тапсырма: берілген қосылыстардың формуласын құру керекпіз. Берілген ионның зарядтарын көбейтіп ортақ еселікті алып аламыз. Сол ортақ еселікті атомның зарядына бөлгенде шыққан санды сол атомға индекс қылып жазамыз. 6-ны 2-ге бөлген кезде 3, ол күкіртке жазылады. Формула алюминий 2s3. Екінші тапсырмасында 5-ті 1-ге, мына жерде 1 деген сан бар. Химияда жазылмайтын. Көбейткен кезде ортақ бөлгіш 5. 5-ті 5-ге бөлеміз, 1, ол фосфорда жазылмайды. 5-ті 1-ге бөлгенде 5, ол хлорға түседі. П хлор 5. Келесі: сөндірілмеген әкті жоғары температурада әкті қыздыру арқылы алады. Так, оның реакциясы міне. Сөндірілмеген әкке су қосқанда кальций гидроксид түзіледі. Оның реакциясы міне. Келесі тапсырма: сызба нұсқада көрсетілген түзілген иондардың формуласын жазыңыз дейді. Магнийдан қарасақ, мына жерде 1 электрон, мына жерде 1 электрон, жалпы 2 электрон кетіп жатыр, сондықтан 2+. Магний 2+. Ал әрбір фторды қарайтын болсақ, олар 1 электрон ғана қосып алып жатыр, сондықтан F-1. Келесі тапсырма: оттегі газы тіршілік үшін маңызды, оның электрондық конфигурациясы 1s2 графикалық формуласы мынадай. Келесі тапсырма: кестеде берілген химия реакциясын анықтаңыз дейді. Ол біріншісі қосылу реакциясы, екіншісі орын басу реакциясы, үшінші айырылу реакциясы, төртінші алмасу реакциясы. Зертханада сутегі газын алу үшін төмендегі реакция жүргізіледі. Реакцияның типін анықтаңыз дейді. Бұл жерде орын басу реакциясы. Келесі тапсырма: берілген көміртек, сутек, оттектің пайыздық үлестері бойынша құмырсқа қышқылының формуласын құрастыру керек екен, табу керек екен. Мінекей. X, Y, Z пен бөлгілеп аламыз, және зат мөлшерлерін тауып, ең кішісіне бөлу арқылы бүтін сандарды алған кезде бізде мынадай жауап пайда болады. Келесі тапсырма: суретте темір шегенің әртүрлі ортада жемірілу үрдісі көрсетілген. Бірінші, екінші сынаулықта неліктен темірді тот баспаған? Соны түсіндіріңіз дейді. Себебі бұл суреттерде тот туындататын факторлар жоқ. Су және оттегі жоқ. Екінші суретте май қабаты оттегін өткізбейді. Ал үшінші, төртінші, бесінші сынаулықтарда неліктен тот басқан шеген? Себебі бұл үшінші, жалпы айтуға болады, үшінші, төртінші және бесінші суреттерде тот туындататын факторлар бар. Олар су, оттегі, қышқыл және мына жерде тұз ерітіндісі. Коррозиядан қорғаудың кез келген бір жолы лактеу, сырлау, қаптау. Келесі: суретте металдардың сұйылтылған қышқыл ерітіндісімен әрекеттесуі көрсетілген. Металдар сұйылтылған қышқылмен әрекеттескенде бөлінетін газ ол H2 сутегі газы. Магний мен тұз қышқылы арасында реакция теңдеуін жазу керек. Реакция теңдеуі міне. Келесі тапсырма: суретте мыс сульфатының ерітіндісі әртүрлі металдарды салу арқылы металдардың белсенділігін анықтауға арналған тәжірибе. Қай металл сынауға салғанда реакция жүрмейді? Ол алтында. Қай металл сынауға салғанда мыстың түзілуі тез байқалады? Ол магнийде. Ал қай металл сынауға салғанда бөлме температурасында мыстан бұрын сумен әрекеттесіп кетеді? Сол себепті газ көпіршіктері бөлінеді. Ол натрийде. Белсенді металл. Назарларыңызға рахмет. Мен сіздерге сәттілік тілеймін.